Құрметті комиссия мүшелері, бүгін біз ата заң жобасының әрбір тақырыптық блогы бойынша комиссия мүшелерін тыңдадық. Конституция бұл мемлекетіміздің ата заңы және оның мазмұны, құрылымы және логикасы жалпыға танылған халықаралық конституциялық тәсілдерге сәйкес қалыптасады. Конституция мемлекеттік саясат пен қоғам дамуына қатысты стратегиялық қағидаларды, сондай-ақ азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерін бекітеді. Конституциялық ережелердің егжей-тегжейлі реттелуі әдетті заң деңгейінде қамтамасыз етіледі. Бұл ата заңды жазудағы жалпы қабылданған тәсіл. Конституция жобасын талқылауды және қосымша түсіндіруді талап ететін мәселелер бойынша азаматтармен кері байланыс түрде пікір таласты келесі отырыста жалғастырамыз. Сонымен қатар комиссияның келесі бір отырыстарында Конституция жобасының өтпелі ережелерін, соның ішінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу мерзімдері, сондай-ақ қазіргі актілерді әзірлеу мерзімдері, парламенттің тағайындалудың лауазымды тұлғалардың өкілеттік және қызметтік мерзімдеріне қатысты мәселелерді қарастыруға ұсынамын. Сөзімді қорытындылай келе, жаңа конституциялық жобасында егемендік пен тәуелсіздік, унитарлық аумақтық тұтастық, республиканың басқару нысаны ешқашан өзгермейтін құндылықтар қатарына жатқызылған тағы бір реті айрықша атап өткім келеді.